Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгін біз Досымжан Таңатаровтың «Дүние жалған» деген әнін үйренеміз. Термесін, былайша айтқанда термесін негізі бізге тапсырыс түскен. Сол әнге бүгін бейне сабақ жасаймыз. Бейнені бастамас бұрын каналымызға тіркеліп өтіңіздер, лайк басыңыздар және міндетті түрде достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Ал біз болсақ бастайық. Кеттік. Баспадым деп басылады, не? Адам жердің шетін құлайма деп, ішпедім арақтан суайма деп, қорқамын дос болуға жаман менен, тар жерден құлайма деп, қыздар болып, жігіт дүлді өтіп барар, өмір құрғыр ағаларман. Әрі қарай кете береді осылай. Біз кезімізде орындап, мектеп жас шағымызда орындап айтқанбыз. Что білетініміз болады. Қараңыздар, қалай басталады? Бірінші, баспадым деген жері бұған арнайы әуен былай ойнамайды. Бұл ашық күйде, үстіңгі ашық күйде астыңғы бірінші пернені ұстап, сол сөзді айтасыздар. Баспадым, баспадым деген осы. Баспадым. Ағарай, жердің шетін. Жердің дегенде бірінші үстіңгі ашық болады. Жер. Сосын дің дегенде бұна бірінші пернені үстіңгі ұстайсыздар. Сонда бұлай болады. Баспадым жердің. Міне. Ары қарай шетін. Шетін дегенде үстіңгі екінші пернені ұстайсыздар. Асты міне тұра береді сонда. Шетін, осылай болады. Баспадым жердің шетін. Ары қарай құлайма деп. Құлайма деген сөзге мына үстіңгі бірінші пернені ұстайды. Құлайма деп. Қағаз қалай болады? Қағаз бұл терме болғандықтан, яғни шертіп қағаздар, Міне, баспадым жердің. Баспадым жердің. Осы жердің дегенге дейін қағаз барлығы төмен кетеді, міне. Баспадым жердің. Сосын шетін дегені, шетін. Бұған қағазды жоғарыға қақсаңыздар болады. Іліп, конечно. Баспадым жердің шетін, міне. Сосын құлайма деп. Құлайма деп келеді, қағаз сол төмен кетеді. Құлайма деп. Деп дегенде ашамыз, Тағы да көрсетем, міне. Баспадым жердің шетін, сосын құлайма деп. Ағарай, ішпедім арақтан соймайма деп. Оңай. Бірінші ішпедім дегендегі, іш дегендегі буынаға үстіңгі жердесі. Іш, сосын педім дегенге астыңғы ашылатты. Сол ашық күйінде астыңғы шегін қағасыр. Сонда болады, ішпедім. Ағарай, бірінші арықтан су деген жері. Сосын рық дегенге бірінші перне. Арық, сосын тан су деген жері. Мұна екінші пернеге барады. Ішпедім арықтан су. Мұне. Ағарай, лайма деп деген жері. Бірінші пернені ұстаймыз. Төмен, сосын 4, төмен, 2, 4, сосын 1 төмен. 2 төмен, сосын 1 төмен. Барлығы төмен қағастырып. Тек пернеге. 1, 4, 2, 1, лайма деп. Осылай, Енді осы екінші жолды бекітейік. Ішпедім арықтан су лайма деп. Осылай болды, Әрі қарай. Қорқамын дос болуға жаман менен. Дәл бірінші жолындағы әуен, соны қайталап ойнайсыңдар. Қорқамын дос болуға жаман менен. Дәл соны ойнаймыз, Өйткені дәл сол бірінші жолдың әуенін қайталап жатыр, Екінші, төртінші жолда дәл жаңағы екінші жолын қайталағандай ойнайды сол әуенді. Тар жерде тоқымым, тар жерде ер тоқымым сұрайма деп. Міне дәл сол әуен. Оп оңай, сондықтан да бірінші, екінші жолында әуен үйренсеңіздер, қалған
үшінші, төртінші жолы сол екі әуенді қайталайды екен. Ары қарай қыздар бұлбұл деген жер қайырмасы сақты саналады бұл. Қыздар бұлбұл, қыздар бұлбұл. Негізі оригинал Досымжан орындағанда бұл екінші дауыс ретінде аккорд ұстап мына жаққа кетеді. Мен де солай үйретейін. Қыздар бұлбұл. Міне қыздар деген жері бірінші перне жасаймыз, үстіңгі екі, міне төмен, сосын ашамыз. Қыздар деген сөзге бұл. Қыздар, сосын бірінші перне жасаймыз, төмен, бұл, сосын бұл деген екінші буыны мына жаққа кетеді. Екі, сосын үстіңгі төрт. Осы жерде екі төртке келгенде деп теріп тұрсаңыздар болады. Міне сонда бұлай болады. Қыздар бұлбұл. Ары қарай жігіт дүлдүл. Енді мынау кез мүлдем оңай. Жігіт дүлдүл деген жері астыңғы екі, үстіңгі төртте тоқтадық қой бұлбұлда. Сол жерден бастаймыз. Жігіт деген сөз осы жерде қалады. Жігіт дүл. Тіпті дүлдүлдің бірінші алғашқы буыны да осында қалады. Жігіт дүлдүл. Екінші дүл, екінші дүлі мына жаққа бірінші пернеге барады. Сонда бұлай болады. Жігіт дүлдүл. Бұнда да жаңа бірінші пернеге келді, теріп тұрсаңыз болады. Ары қарай өтіп барат. Өтіп барат дегенде өтіп барат. Міне өтіп бара деген сөзге дейін осы астыңғы бірінші перне ұстап, үстіңгі ашық күйде қағамыз, төмен барлығы. Өтіп ба, сосын рад ба, сосын рад деген ба, өтіп барат. Рад дегеннен бастап бөлінеді екен. Рады дегенге мына үстіңгі бірінші перне қосылады. Өтіп барат. Ары қарай осы жерде қаламыз, тұрамыз. Сосын өмір құрғыр. Өмір құрғыр. Құрғыр. Өмір деген сөз осы жерде тұрады міне. Сосын құр деген бірінші бөлімі буыны мұнда қалады да, ғыр үсті ашылады. Түсінікті болса бұлай болады. Өмір құрғыр. Осылай келеді. Енді осы қайырмасын толығымен көрейік қане. Қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл, өтіп барат, өмір құрғыр, өмір құрғыр деп бір қағаздар төмен, өмір құрғыр. Бірақ қағамызда бірден ақау арман деген буыны кетеді. Бұл дәл сол әуенді қайталайды. Тек қана сөз басқаша. Ақау арман, дүние жалған, халаулайлы, халаулайлы. Міне осылай аяқталады. Бітті, міне осымен бүкіл куплет және қайырмасы сақты осылай кетіп жүре береді. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта аманшылықпен кездесейік. Ассаламу алейкум.